Әдетті кезеңдегі екінші жексенбі күні жайлы Франсис папаның уағызы. Орын беруді білу. Құрметті бауырластарым, қайырлы жексенбі. Бүгінгі литургияның інжілі Иса Үрдін өзенінде шомылдыру рәсімінен өткен кезде Жақияның ол туралы куәлік бергенін баяндайды. Жохан жазған інжіл 1:29-34. Жақия былай дейді: менен кейін біреу келе жатыр. Оның жолы менен үлкен, өйткені ол мен тумастан бұрын бар болатын. Жохан жазған інжіл 1:30. Бұл сөздер Жақияның қызмет ету рухын көрсетеді. Жақия Иса Мәсіхтің жолын дайындау үшін Құдай жіберген еді. Ол бар күш-жігерін аямай қызмет етті. Адами тұрғыдан қарағанда, Жақияға сыйақы Исаның қоғамдық қызметінде құрметті орын тиесілі сияқты. Алайда, олай емес. Өз міндетін орындағаннан кейін, Жақия кері шегініп, сахнадан кетіп, Исаға орын береді. Жақия Исаға қонған рухты көрді. Ол Исаны әлемнің күнәсін өз мойнына алатын Құдайдың тоқтысы деп жариялады. Енді Жақия Исаны кішіпейілділікпен тыңдауға дайын. Пайғамбар болған Жақия Исаның шәкірті болады. Ол халыққа уағыз айтып, шәкірттерін жинап, оларға ұзақ уақыт бойы тәлім берді. Дегенмен, Жақия ешкімді өзіне иемденбейді. Мұны түсіну қиын болса да, бұл нағыз тәрбиешінің белгісі. Адамдарды өзіне иемденбеу. Жақия өз шәкірттерін Исаның үлгісімен жетелейді. Жақия ізбасарларға зәру емес, атақ, даңқ пен табысқа ұмтылмайды. Жақия Иса туралы өз куәлігін жария етеді. Осыдан кейін Жақия басқалар Исамен кездесу қуанышын сезінуі үшін өзі көлеңкеде қалады. Басқаша мынаны айтуға мүмкін. Жақия басқаларға есік ашып, өзі кейін шегінеді. Қызмет етудің осындай сипатымен және Исаға орын дайындап, босату қабілетімен Жақия бізге маңызды нәрсені, бауыр басудан азат болуды үйретеді. Иә, өйткені мәртебе мен лауазымға, өзгелердің құрметіне, даңқ пен марапатқа бауыр басу оңай. Мұның бәрі қалыпты жағдай. Алайда, бұлар мақсат емес, себебі қызмет ету. Бұл риясыздық. Риясыздық дегеніміз, өзіңе пайда іздемей, жасырын ниетсіз, қарымта күтпестен басқаларға қамқор болу. Біз Жақия сияқты өзімізді қажетті сәтте шетке шегіну қабілетіне тәрбиелеп, Иса Мәсіхтің өмірдегі басты нәрсе екеніне куәлік етсек, бізге пайдалы болады. Шетке шығып қоштаса білу. Міндетімді орындадым, енді бұл кездесуді өткізіп, шетке шығып, емізге орын беремін. Өзіңе ештеңе талап етпей, орын беруді үйрену керек. Мұның Қахин үшін қаншалықты маңызды екенін ойластырайық. Қахин қосбасшылыққа ұмтылу немесе жеке мүдде үшін емес, басқа адамдарды Исаға жетелеу үшін уағыз айта беріп, қасиетті рәсімдерді орындау үшін шақырылған. Бұл өз балаларын жанқиярлықпен өсіретін ата-аналар үшін қаншалықты маңызды екенін ойластырайық. Содан кейін ата-аналар балаларының жұмысында, жанұясында, өмірінде өз жолымен жүруі үшін еркіндік беруі керек.
Ата-аналар балалардың өміріне араласпай, сендерді жалғыз қалдырмаймыз деп сыпайы түрде араласа берсе, қандай жақсы да дұрыс. Есейген кездегі еркіндік деген осы. Бұл достық, ерлі-зайыптылық және қауымдастық өмірі сияқты басқа салаларға да қатысты. Өзіңнің бауыр басқан нәрселеріңнен арылып, орын босату қиын, алайда маңызды. Бұл қарымта күтпестен қызмет ету рухында өсудің шешуші қадамы. Бауырластарым, өз-өзімізге келесі сұрақ қояйық. Басқа адамдарға орын бере аламыз ба? Адамдарды тыңдай аламыз ба? Басқаларға еркіндік бере аламыз ба? Басқаларды өзімізге байламаймыз ба? Алғыс талап етпейміз бе? Сондай-ақ адамдарға өз пікірін білдіруге мүмкіндік бере аламыз ба? Сен ештеңе білмейсің деу емес, сөйлеуге мүмкіндік беріп, басқаларға орын беру керек қой. Басқаларды Исаға байлаймыз ба? Әлде өзімізге байлаймыз ба? Сонымен қатар, біз Жақияның өнегесіне еліктеп, адамдардың өз жолына түсіп, өз міндеттерін орындайтынына қуана аламыз ба? Тіпті бұл бізден біршама тәуелсіздікті білдірсе де, өзгелердің жетістіктеріне шын жүректен қызғанышсыз қуанамыз ба? Басқалардың өсуіне мүмкіндік беру деген осы. Құдайдың қызметшісі Мариям Бикеш бізді байланыстардан босатуға, еміз Исаға орын босатуға, әрі басқаларға орын беруге көмектесе берсін. Әулия Мариям Бикеш біз үшін дұға ете көр. Аумин.